Міне достар, келесі кезекте бізде Camry'дің басты қарсыласы Kia K5 автокөлігі және де Camry XV70 автокөлігі. Жапон елінде жоспарланып, Ресей елінде туылған Camry XV70 және де корейлік Kia K5-қа шоу жасап, екеуін салыстыратын боламыз. Біздің каналға тіркеліп, подписация кнопкасын басып отырыңыздар. Сіздермен мен Абзал Дәулетов, ал біз бастаймыз. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан. Бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Өз ойында, тұл бойында, бәрі жоқ пендесі. Достар, мынау мен Instagram парақшам, сол жерге жазылып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, сұрақтарыңызға жауапты тез ала аласыздар. Ал біздің Camry XV70-тің экстерьеріне келетін болса, үлкен радиаторлары әрине модадан шығып кеткен сияқты. Kia K5 автокөлігіндегі радиатор торының кішкентайлығы және де бұның дизайны бұрынғы біздің голландты қайта жаңартқан сияқты. Жалпы Алматы қаласының потогында бұл автокөлікті көрсеңіз, менің ойымша бір акулаға ұқсайтын сияқты. Сіздерге қалай? Комментарийге жазып отырыңыздар. Toyota Camry 70 2018 жылғы болса да, әрине әлі ескірмеді. Алдыңғы губасының дизайны сол жылдағы құрастырушылармен алдын ала жасалып қойылған сияқты. Әлі күнге дейін модадан шықпады деп айтсақ та болады. Бірақ әрине алдыңғы жарық шамдары ескірді. Қазіргі таңда бүкіл жаңа автокөліктердің барлығы толықтай LED-қа көшті десек те болады. Тағы да бір ескере кететін жағдай, әрине ол алдыңғы жарық шамдарды жуғышы, арнайы жуғышы бар. Сол әрине бізге бұл автокөліктің практичныйсын көрсететін болады. Ал өздеріңіз көріп отырғандай, K5-те алдыңғы фараларды жуғыш жоқ, бірақ бұған керек те емес сияқты. Өйткені мына жердегі 3 линзалы тұрған диодты жарық шамдары кез келген үстінде кір болса да сізге жолды тап-таза көрсететін болады. Toyota Camry 70-тің артыңғы жарық шамдарына келетін болсақ, толық линиялы диодты болып келеді. Ал біздің Kia K5 автокөлігінде тағы да линиялы жарық шамдар, бірақ бұл жерде үлкен-үлкен лампочкалар орнатылған. Сол себепті достар, сіздерге қайсысы ұнайды, соны комментарийға жазып отырыңыздар. Ескі Camry 70 па, әлде жап жаңа Kia K5 автокөлігі ма? Camry 70-те 2.5 қозғалтқыш орнатылған, атмосфералық 181 аттың күшін береді, және де 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 9-9 секунд. Бұл жерде не байқап тұрмыз? Бізде тіреуіштер, газдық тіреуіштер орнатылған екен, және де 6 сатылы қорапшамен жабдықталған. Ал келесі енді Kia K5-тің 2 литрлі қозғалтқышын көрейік. Ал достар, корейлік Kia K5-те қандай қозғалтқыш орнатылғанын бірге анықтайық. Бұл жерде 2 литрлік MPI қозғалтқыш орнатылған, жалпы 150 аттың күші бар, 192 айналу моментінде. 0-ден 100-ге дейінгі жету уақыты 6 секунд, отын тұтынуы 100-ге 7,2 литр. Және де бұл қозғалтқыш 6 сатылы қорапшамен жабдықталған. Құрметті достар, сіздердің ойларыңызша жылдар бойы тексерілген Camry'дің 2.5 қозғалтқышы жақсы ма, әлде жап жаңа Kia K5-дің 2 литрлік MPI қозғалтқышы жақсы ма? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіріңіздер. Достар, бізде Camry Lux Safety толық жиынтығында болғандықтан бұл жерде 18-ші дюймдік дисктар орнатылған, 235-те 45-те R18. Ал бізде Kia K5-дің дизайны өте ерекше, әрине жаңа түрде көрсетілген. Бұл жерде де 235-те 45 R18 дөңгелегі орнатылған. Сізге қайсының дизайны ұнайды? Комментарийге жазып отырыңыздар, немесе лайк басып кетіңіз. Достар, 15 миллион 290 мың теңге тұратын автокөлікке бесключевой доступ орнатылған, бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай батырмамен. Ал біздің Camry'да 2018 жылғы болса да сенсорлы бесключевой доступ орнатылған екен. Camry. Өзіміз білетіндей қазақтардың жақсы көретін автокөліктерінің бірінің интерьеріне келетін болсақ, не көріп тұрмыз? Барлығы өзінің орнында, ешқандай
қол жетпейтін жерлер байқап тұрған жоқпыз. Бұл жерде бізде не бар? Бұл жерде бізде сымсыз қуаттау, ұялы телефоныңызды қойып, сымсыз қуаттасаңыз болады. Және де мультируль байқап тұрмыз. Кнопкалары, батырмалары өте ыңғайлы орнатылған. Алдындағы дистроник кнопкасы да осы жерде екен. Жалпы мына жердегі батырмалары ол рульді жылытқышы, және де алдыңғы терезені жылытқыш, және де артқы багаж жүк салғышты ашу батырмасы орнатылған екен. Автокөлік толық электропакетті, алдыңғы жүргізуші орындығының 2 жады бар, соған өзіңіз қойып қойсаңыз болады. Ал енді мультимедиалық системасына келетін болсақ, әрине Camry жаңартатын уақыт келді ғой. Ескі дүйімді, ескі цветтің беретін мультимедиалық система орнатылған, кейбір кезде қолдың басқан кезде сезбей қалып жатыр. JBL аудио системасы орнатылған, Kia K5-те бізде Bose аудио системасы. Шынтақ қойғыш үстінде үлкен пространство көріп тұрмыз, және де 2 стакан қойғыштары да бар екен. Тағы да бір ерекше кететін жағдай, егер де бір затыңызды, әйеліңізден ақшаңызды тығатын болсаңыз, мына сымсыз қуаттаудың астында арнайы тайник бар деп те айтуға болады. Жалпы тағы да не көріп тұрмыз? Бұл жерде біз AUX және де USB портын байқап тұрмыз, және де 12 вольтқа бір розетканы байқап тұрмыз. Жалпы XV70-тің интерьерін мына бір 2 линия құтқарып тұрған сияқты. Осы 2 линияның арқасында автокөлік бір жаңаша болып көрінеді. Ал енді біз Kia K5-тің алдыңғы интерьерін көретін боламыз. Ал құрметті көрермен, біз енді Kia K5-тің интерьеріне тоқтала кетейік. Push Start кнопкасын басып автокөлікті оталдырайық. Бізде ортасында система көрсетіліп тұр, кішкентай мониторы бар, және де мультимедиалық системасы 10 дюймдік монитормен жабдықталған. Бұл жерде не байқап тұрмыз? Бір ерекшелігі батырмалары сенсорлы. Егер де сіздің климат контрольді азайту керек болса, мына жерде батырмасы сенсорлы болып келеді. Тағы не байқап тұрмыз? Жалпы бұл жерде Style Plus жиынтығы, барлығы жаңаша түрде, дизайны өте ерекше, ішінде отырсаң бір самолетке отырғандай боласың. Drive Mode кнопкасын ауыстыра отырып, спорт, комфорт, смарт, эко режимдарына ауыстыра аласыз. Бір ерекшелігі, достар, сымсыз қуаттау жері өте ыңғайлы орнатылған, яғни телефоныңызды мына жерге салсаңыз, тағы да үстен кішкене басып жіберсеңіз, өзінің орнын табады. Алдыңғы 2 орындықты жылытқыш, және де алдыңғы 2 орындықты вентиляция сиденье дегені бар. Бір ерекшелігі 360 камерасын мына батырмамен ауыстырып отырсаңыз болады. Автохолд кнопкасын көріп тұрмыз, және де ручной тормозымыз батырмалы болып келеді. Және де алдыңғы парктрониктарды өшіру, қосу батырмасын біз байқап тұрмыз. Менің ойымша, әрине маған Kia K5-тің интерьері өте күшті көрінеді, өте мына бір ставкалары ағаш түрінде жасалған, көзге жағымды көреді. Сіз бір бизнес класста отырған сияқтысыз. Тағы да бір ерекшелігі, жүргізушіге BMW-дағыдай сияқты бүкіл мультимедиалық система және де климат контроль зонасы жүргізушіге қаратып орнатылған. Толық электропакетті бұл жерде Bose аудио системасы, егер қателеспесем 11 динамик орнатылған. Style Plus жиынтығы болғандықтан бұл жерде панорамалық шатыр өкінішке орай жоқ. Толық жиынтықтасаңыз панорамалық шатырмен болады. Алдыңғы терезені жылытқышы бар, батырмасы сенсорлы, және де тағы да бір ерекшелігі, біздің авариялық кнопкамыз дәл ортасында орнатылған. Жалпы осы, достар, сіздерге қалай комментарийге жазып өтіріңіздер. Сіздердің әр комментарийларыңызды оқитын боламыз. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Неліктен депутаттар именно осы Camry'ді алады деп ойласам, бұл жерде артында отырған адамға толықтай комфорттың барлығы жасалған сияқты. Бұл жерде не байқап тұрмыз? Мына жерде артындағы борт компьютер арқылы сіз температураны көтеріп, және де жоғары 3 зоналы климат контрольмен ауыстырып отыра аласыз. Бүкіл ләззаттың бәрі осында, тек қана тыныш қана отырып, тек қана ләззат алу керек сияқты. Ал достар, ләззат алудан бұрын
автокөлік туралы толықтай айтып өтейік. Екі стакан қойғышты көріп тұрмыз, дефлекторларды көріп тұрмыз, екі дефлектор, бірақ бұл жердегі 3 зоналық климат контроль болғандықтан мына жердегі батырма арқылы өзгертіп отырылады. Әрине, артында отырған депутат ағамыз осы жерде өзгертіп отыра алады. Аяқтың арасындағы орынды емес, бұл жерде қарын мен алдыңғы орындықтың арасындағы орынды санау керек деген деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде бұл автокөлікке жүретін барлығы сонау бір Астанадағы үкіметтегі ағаларымыз ғой. Тағы не айтам, жалпы екі сиденьядан да жылытқыштары орнатылған. Мына жерде шторды байқап тұрмыз. Kia Gabis'те бұндай шторды өкінішке орай байқаған жоқпыз. Бұл штордан неден қорғанады екен? Күннен бе, әлде біздің азаттықтың журналистерінен бе? Бұл әрине белгісіз. Жалпы осы орын өте кең. Менің бойым 175 сантиметрде манша орын қалып тұр. Алдыңғы орындық пен артқы менің тіземнің арасында да орын бар. Габистен қарағанда кожаның сапасына келетін болсақ, өте жақсы, жұмсақ, ыңғайлы. Екі жағынан, екі кожаның арқасында поперечный екі белінен ұстап тұра алады. Люкс сейфти жиынтығы ең толық жиынтық Camry 70-тегі. Сіздерге қалай? Арты ұнады ма? Егер депутат болсаңыз, немесе әкім болсаңыз, осы автокөлікті алар ма едіңіз? Комментарий жазып кетіңіздер. Біз ары қарай Kia Gabis'тің артқы салонын көрейік. Kia Gabis'тің артқы орындығында әрине Camry'дағы сияқты ләззат ала алмайсың. Біріншіден бұл ақ түсті салон, бұны кіргізуға қорқып қалады екенсің. Шынтақ тіреуішіне келетін болсақ, бәрі простой, екі ғана стакан қойғыш ғана көріп тұрмыз GT Line Style Plus жиынтығында. Климат контроль жоқ артында, Camry'ден қарағанда. Бұл жерде дефлектор орнатылған, және де екі USB порт орнатылған. Сиденьяның орындықтарына келетін болсақ, кожасы өте қатты, және де Camry'дағы сияқты бір кайф ала алмайды екенсің. Тағы не байқап тұрмыз? Артқы орындықтарды жылытқыш жылыту батырмасын байқап тұрмыз. Және де Bose аудио системаның колонкалары, және де ортада отқан адамның бас қойғышы да бар екен. Kia Gabis әрине Camry 70-ның люкс сейфти жиынтығына жетпейді екен. Бірақ сонда да корейлік әріптестеріміз өте мықты автокөліктер қазірдің жасап жатыр. Жақын арада Camry'ді нарықтан шығарып тастайтын да сияқты. Бірақ қанша жыл болды? Optima-да шығарды, Kia Gabis'те шығарып жатыр. Бірақ Camry қазақ нарығында өз орнын ешқашан бермейтіндей сияқты. Өйткені біздің қанымызда Camry бар ғой достар. Шыны керек қой, кезінде 11 миллионға алған Camry Lux 70 Lux Safety жиынтығын қазір сіз 100 мың километрден астам жүріп 16-17 миллион теңгеге сата аласыз. Одан да қымбат сатып отқан біздің колеса кезетте Перекуп мырзаларымызда бар, 20 миллион деп бағасын қойған. Өздеріңіз ойларыңыз қалай? Бізбен бірге болып, ары қарай біз енді екі автокөліктің жүк салғыш бөлімін көретін боламыз. Кеттік. Camry'дің артқы жүк салғыш бөлімін ашу үшін сіз батырманың ортасынан іздеуіңіз мүмкін, және де сол жағынан, және немесе оң жағынан іздеп таба аласыз. Мына жердегі батырма ешкімге табыла бермейді, бірақ қолмен ұстап табуға да болады. Жалпы сыйымдылығына келетін болсақ, мына жерде бізде бір шынтақтай орын бар, және 493 литр. Бұл дегеніміз, сіз аэропорттан белгілі бір адамды Яндексте бизнес класспен алатын болсаңыз, мына жерге бір 3 чемодан сияды ғой. Сол себепті Camry 70-ті алып таксовать етіп жүрген біздің ағайындарға сәлем жолдап отырайық. Ал достар, келесі кезекте Kia Gabis'тің артқы багаж сыйымдылығын көрейік. Мына жердегі батырманы бассаңыз өзі-ақ ашылады. Бірақ камерамен шатастырып алмаңыздар. Жалпы багаж сыйымдылығына келетін болсақ, 510 литр. Астыңғы жағында бізде толық запасты дөңгелек орнатылған. Жалпы багажы өте сыйымды. Бірақ бұл хеджбек емес, немесе Шкода Супер Белар сияқты толықтай ашылмайды, тек қана кішкентай ғана багажнигі ашылады. Мына жерде әрине багажды жабу тұтқасын таппай жатырмыз. Енді кір-кір қолымызбен үстінен басып жабуға тура келеді. Сол бір
кішкентай ғана тартпа Kia K5 корейліктерге қиын болды ау деймін. Көптеген ақшада кететін сияқты ғой сол тартпаға. Ал достар, біз екі автокөлікті толықтай салыстырып өттік сіздер үшін. Сіздерге қайсысы ұнады, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Абзал Дәулетов. Біздің каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Мына K5-ті 4% жеңілдетілген несиеге ала аласыздар, бірақ тек қана 15 миллион теңгеге дейін жиынтығын алсаңыздар болады. Сіз мысалы жаңа бағдарлама бойынша 5 миллион теңгесін құйып, бастапқы жарна ретінде 10 миллион теңгесін 7 жылға дейін 136.630 теңгеге айына шағып ала алсаңыз болады. Сіздермен болған мен Абзал Дәулетов. Сіздерге мың рахмет. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз, әрбір каналға тіркелгендеріңіз біздің ары қарай осындай сіздерге қазақша контент ұсыну жолында жұмысымызды жақсартуға себепкер болып жатыр. Сол себепті каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Егер де жеке сұрақтарыңыз болса, менің мынау Instagram парақшам, сол жерге кіріп, толықтай сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, сіздерге толықтай өзім жауап беретін боламын. Рахмет, сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше әрине кездесеміз. Бермегенмен кетерсің, адам аулап сыпыра салып, байды жаулап жетіп.